Күндердің сұлтаны қасиетті жұма болса, түндердің сұлтаны Ләйләтүл Қадір кеші. Ал ақиқат сыйы болған қасиетті Құран кітабы нәзіл болған кереметі 1000 айдан артық Ләйләтүл Қадір түні айлардың сұлтаны Рамазан айында. Ал осынша нығметке тұнып тұрған 30 күн ораза парыз болған Рамазан айының қадір қасиетін біз қаншалықты сезініп жүрміз? Немесе ораза тұтпауға сіздің жеңілдігіңіз бар ма? Неке қазір сол туралы сөз етейік. Жалпы ораза айында негізінен мына 3 топ мұсылмандарға негіз жалпы барлығына парыз. Олар мұсылман ораза парыз болу үшін не болу керек? Бірінші балиғат жасына толған болу керек, және екінші ақыл есі дұрыс болу керек, және мына бір жерде отырықшы болу керек, жолаушы болмау керек. Дегенмен жолаушы жол сапардан оралған соң қаза болған оразасын өтеуі тиіс. Яғни айға ұшсаңыз да 30 күн оразаның парыз екенін ұмытпағаныңыз жөн. Өйткені оразаның ниеті бір Аллах Тағаланың ризалығы үшін таң қараңғысынан күн батқанға дейін бүкіл нәпсі қалаулыларынан тыйылу болса, бұның өзі адам баласының әзәзіл жетегінде кетпеу үшін жаратушы тарапынан бекітілген тәртіп. Кімдер ораза ұстамайтынына байланысты Бақара сүресінің 184-185 аяттарында айтылады. Бұл үкімге жалпы адамдар кіреді, әйел де еркек те кіреді. Ол жерде қай 3 топқа рұқсат етілген ораза ұстамауға? Бірінші топ бұл жердегі ауру сырқаулар, екіншісі жолаушылар, үшінші топтағылар мысалы шамасы ораза ұстауға шамасы жетпейтін адамдар. Ораза ұстауға шамасы жетпейтін адамдар дегенде қандай аурулар дейді? Мысалы шейхи фани дейді бұларды. Мысалы жасы ілгерілеген, қартайған, бұдан кейін емделу мүмкіндігі жоқ. Сондай сырқат, ауру сырқаты бар адамдар ораза ұстай алатын жағдайда болмаған кәр адамдар үшін бұлар әр күніне бір фидия беру арқылы сондай өзінің қазасын өтейді деген. Жадыра Серікбекқызының Рамазанда ауыз бекіткеніне 10 жылдың жүзі болыпты. Әуелгіде асқазан кеселінен күдіктенгенімен Жадыра Раббымыздың разылығына бөленіп, жәннаттағы раян есігіне кірушілердің қатарынан болуды көксегені соншалық ауруынан да толық айығып кеткен. Бүкіл жанұясымен Рамазанды асыға күтетін келіншек жүктілігіне орай биыл отбасына сәресі мен ауызашар жасау арқылы сауап жиналды. Өзім ұстамасам да үйде отбасымда ұстайтын адамдар бар, бауырларым бар, жолдасым бар. Сол кісілерге таңертең тұрып сәресін беріп, кешкісін ауызашар жасаудың өзі бір бақыт деп ойлаймын. Жүктілік кезінде ораза тұтуға болатынын білесің бе? Білемін, бірақ істей алмайтын. Жаңа ораза тұтудан нифасты және хайызды әйелдер өкілі босатылады. Нифасты дегеніміз яғни бала босанған әйелдердің жағдайы, және хайызды деген етеккірі келген әйелдердің жағдайы. Олар оразадан босатылады, кейін ораза біткеннен кейін қалаған уақытында оразасының қазасын өтейді. Денсаулығы көтеретін болса, онда ұстау керек та. Денсаулығы көтерсе ұстау керек. Егер денсаулығы көтермесе, сол кезде ұстамайды, бірақ кейін күнмен күн өтеп беру керек. Денсаулық түзеледі ғой, кісінің мысалы жүктілікте үнемі өмір бойы жалғаса беретін жағдай емес, баланы емізуде үнемі жалғаса беретін жағдай емес. Бірақ ораза парыз. Рамазан айында ұсталмаған оразаны ден сау болған жағдайда келесі оразаға дейін кез келген уақытта қазасын ұстауына болады. Бұған кәффарат ешқандай фидия ештеңе төлемейді. Тек қана бұл денсаулығы кімдер фидия төлейді? Бұдан кейін ораза ұстау мүмкіндігі жоқ. Ораза ұстай алмайтын адамдар ғана фидия төлеп, солай оразаның жауапкершілігінен құтыла алады. Сонымен 30 күн ораза міндетінен жүкті яки емізулі баласы бар аналардың өзі босатылмайтындықтан өзгелердің әртүрлі сылтауымен Рамазанда нәпсі қалауларын жүгендей алмауы тіпті қисынсыз. Ал бабаларымыздың қамшының сабындай өте шығар сынақ дүние деген бір ауыз сөзінің мәнісін ұғуға иманымыз әлсіз бе, біліміміз кемшін бе, әлде уақытымыз тар ма екен? Міне бұл сауалдар әрбір мен саналымын деген адамды ойландыруы хақ. Денсаулығы жақсы болмағандар ораза ұстай алмаған кездері фидия төлеу керек дейді. Фидия төлеудің несі шарттары қандай? Біріншісі құлды азат ету керек. Егер бұдан да шамасы жетпесе 60 күн бойы бір кедейге тамақтандыру керек. Егер бұған да шамасы жетпесе 2 ай ораза ұстау керек. Егер бұған да шамасы жетпесе, шамасы жетпеген адам бұл жерде не істейді? Тәубе етіп кешірім тілейді. Одан басқа өйткені Алла Тағала ешкімге көтере алмайтын жүктемейді. Сондықтан әркімге өзінің шамасына қарай жүктегендіктен, сондықтан бұл жерде егер шын мәнінде бұған ораза ұстай алатын жағдай жоқ болса, бұны өтейтін ақшасы да жоқ болса, бұған ешқандай
не керек жоқ, өтем де керек жоқ, төлем де керек жоқ. Егер шын мәнінде жағдай жоқ болса, тек қана не істеу керек? Алла тағаладан осындай жағдайда болған үшін кешірім сұрап, истиғфар жасау керек. Ораза ұстағанға екі шаттық бар. Бірі ауыз ашқанда қуанады, екіншісі қияметте Раббысымен жүздескенде ораза ұстағанына қуанады. Ақиқатында қиямет күні жаратушы иенің жанында оразашының аузының иісі мисіктің иісінен абзал. Жиналып жатқан жоқсыз ба ораза тұтып? Жоқ, Алла Құдай сақтасын. Енді оны тосардай тостық. Күтерде енді күтіп, сол бар жоғымызды ішіп жеп, Алла тағалам жеңілдік бер деп, ораза 30 күн оразамда күліп ойнап өткізейін деп, бүгін мешітке келіп жаңаға бітірімді беріп, 8 шөбірелерім 5, немерелерім бәріне 80-800 бітірімді салып, садақамды беріп шығып келе жатырмын. Қасиетті Рамазан айымен қоштасарда сахабаларымыз кезінде келесі Рамазанға дейін аман-есен жетсек екен деп Алладан айрықша тілеген. Осы жайттың өзі әрбірімізге хикмет болар өнегелі оқиғалардың бірі деуге болады. Өйткені бір ай бойы бір Аллах ризалық үшін бүкіл дүние әдеттерден тартынсаңыз, Аллах тағала қиямет күні біздің жеткізуге санамыз, айтуға сөзіміз, суреттеуге тіліміз жетпейтін сый сияпатымен сүйіншілемек. 5 парыздың бірі намаз жәннаттың кілті болса, Рамазан оразасы жәннат кереметтерін сезіндірер ғибадаттың биік шыңы. Ендеше оразаны жай ғана нәрсе деп, бақилық ғұмырда пенделік түсінігіміз жетпейтін асыл нығметтерінен апталған әр-райян әлеміне кіру құқынан қағылып қалмайық. Айлардың сұлтаны Рамазан мүбәрәк, оразаларыңыз берік болсын ағайын.